Қарағандылықтар элиталық көпқабатты үйдің құрылысын тоқтатуды талап етуде. Аманжолов көшесінің тұрғындары 4 жыл бойы өз алаңқайларымен сол маңның тыныштығы үшін күресіп келеді. Олардың есептеуінше қазірдің өзінде 200-ге жуық ағаш оталған. Мәселенің мән-жайы келесі бейнематериалда. Этот самосад сажали наши жители. Тұрғындар қабылдауға бірнеше рет барып, мұнда барлық деңгейдегі әкімдер мен құрылыс және сәулет саласының шенеуніктерін шақырды, және барлығы мұнда құрылыс болмайды деп сендірді, бірақ олар кеткеннен кейін құрылыс қайта қарқын алады. Таңертеңнен кешке дейін тынбайтын құрылыс шуылы тыныштығымызды алып бітті дейді тұрғындар. Шілде айының басында тексеріс кезінде бұлардан көптеген жер кодексінің заң бұзушылығы анықталды. Қазіргі уақытта іс сотта жатыр. Міне бізде бәрі қарсылық білдіріп сөйтіп жатыр. Сондықтан бұл арада бізге ешқандай құрылыстың керегі жоқ. Мына өзіміздің скверімізді қайрадан орнына келтірсін, бүгіннен бастап мына құрылысты тоқтатсын. Ескі үйлердің жанындағы шағын ауданда қымбат пәтерлері бар жаңа ғимарат салынуда. Құрылыс салушы жерді сатып алған. Аудан әкімдігі 30 жыл бұрын тұрғындар отырғызған 18 ағашты отауға ойланбастан рұқсат берген. И так как это госуслуга, и все документы у них были в порядке, мы вынуждены были дать. Бұл мемлекеттік қызмет. Біз 18 ағашты кесуге рұқсат беруге мәжбүр болдық. Бірақ өтеміне ағаш отырғызады. Оны жасайтын компаниямен келісім шарт бар. Енді бір апта көлемінде осы ағаштарды отырғызады. 18 ағаш кесіп, орнына 180 ағаш отырғызады. Разрешительные документы есть все абсолютно. Рұқсат етілген құжаттардың барлығы бар. Мемлекеттік сараптаманың қорытындысы бар. Сараптамадан өтті деген құжат бар. Құрылыстың бастапқы талоны бар. Тұрғындардың айтуынша 200 ағаш кесілген. Бірақ бұл жалған ақпарат. Өздігімен өскен ағаштар екенін дәлелдейтін фотосуреттер де бар. 2002 жылдан бастап жеке меншіктегі жер бірнеше рет сатылған. Иесіне оның орнына басқа учаске ұсынылды, бірақ ол бас тартты. Тексеруді ауыл шаруашылығы министрлігінің мамандары да жүргізді. Ағаштармен жер телімін бөлу және нысаналы мақсаттың өзгерту бойынша ереже бұзушылықтарды анықтады. Жер қатынастары бөлімі сотқа бердіктеуде. Бірақ меншік иесінің өзі алаңқайды қайта қалыпқа келтіру шараларын бастады. Арнайы ауыл шаруашылық министрлігінен келіп тексерістер жүргізген болатын. Қазір сол мемлекеттік органның құзыретінде осындай тексерістер жүргізу. Ол кісілер жаңағы тексерген кезде бұл жерде жаңағы көптеген заң бұзушылықтар орын алған табылған. Нақты ол жаңағы план детальный планировкаға сәйкес келмейді, прирезка жоқ, мысалы қызыл линия дейді, соған сәйкес келмейді. Және де тұрғындардың келісімдері болмаған. Құрылыс өкілінің айтуынша ескі үй мен жаңа ғимарат арасында шамамен 18 метр қашықтық болады. Дүйсенбеков көшесінде 180 өтемдік ағаш отырғызылады. Мұнда 30 қылқан жапырақты ағаш отырғызылмақ. Билік үйдің құрылысын тоқтата алмайды. Жандос Бақытұлы, Данил Заславский, 5-ші арна.